Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге маргарита пиццасының рецептісімен бөлісемін. Қамыры өте жұмсақ және де оригинал соуспен дайындалады. Видеоны толықтай көріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлек ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне жылы тұрған суымызды құямыз. Тұзымызды, шекерімізді, дрожжымызды салып, жақсылап илеп араластырамыз. Сәл араластырғаннан кейін сұйық майымызды, болмаса оливковое масламызды қосамыз. Жақсылап қамыр илеп, шамамен 40 минутқа тындырып қоямыз. Бұл уақытта қамырымыз көтеріліп, иіні қанады. Енді оқтаудың көмегімен жайып, формамызға орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін бетіне соусымызды жағамыз. Мен сіздерге соустың жасалу жолын тағы бір көрсетейін. Жеке соус видеосы YouTube каналымда бар. Соусын дайындау үшін қызанағымызды жақсылап турап, сыртқы жұқа қабығынан аршып тазалап аламыз. Толық тазарғаннан кейін блендерге салып, езіп аламыз. Міне езіліп шықты. Енді табамызды қыздырып, оған оливковое масламызды қосамыз. Және де сарымсағымызды ұсақтап турап, жақсылап қуырамыз. Қуырылған үстіне біздің қызанағымызды құямыз. Жақсылап орташа отта бұрқылдатып қайнатамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, болмаса паприка қосасыздар. Және де орегано деп аталатын осындай арнайы приправа бар. Нағыз оригинал рецепті осы приправамен жасалынады. Міндетті түрде осы приправаны алыңыздар. Енді шамамен 20-25 минуттай осылай бұрқылдатып қайнатамыз. Біртіндеп суы тартылады. Бұдан кейін толықтай суытуға қоямыз. Қайған қамырымыздың үстіне соусымызды жағып шығамыз. Бетіне қызанағымызды, аздап сырымызды салып, қызып тұрған духовкада шамамен 15 минут 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осылай қызарып пісіп шыққаннан кейін қалған сырымызды түгелдей дерлік бетіне сеуіп шығамыз. Сыр мен де сулугуни шамамен 5 минут пісіп шығады. Міне біздің пиццамыз дайын. Өте жұмсақ, ірімшігі созылмалы, нағыз пицца, дәміне сөз жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Барлықтарыңызға ас болсын.